Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пицца дайындаймыз. Алдымен өзімізге керек заттарды дайындап аламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін жарты қасық ас содасы мен 1 қасық тұзымызды салып араластырамыз. Алдын ала ертіп алған 200 грамм сары майымызды қосып, содан кейін 1 стакан кефирімізді қосып, жақсылап жаймен араластырамыз. Соңында біз дайындап алған ұнымызды біртіндеп қоса отырып араластырамыз. Қалған ұнымызды қамырымыз дайын болғанша өте жұмсаққа билейміз. Мінекей достар, қамырымыз сіздер көріп тұрғандай өте жұмсақ. Және де шамалы уақытқа қамырымызды бетін жауып қоя тұрамыз. Енді біздің тестамыз көтерілгенше көкөністерімізді дайындап аламыз. Мен қызанақ пен қиярды қолданамын. Пиццамыздың ішіне салатын заттарды дайындап алған соң, табаға жұқалап тестамызды осылай жаямыз. Және де әркім өз қалауынша майонез бен кетчупты араластырып жағуға болады. Үстіне көкөністерімізді орналастырамыз. Осылайша пиццамызды дайындап алып, 180 градусқа пісіруге қоямыз. Пиццамыз пісіп қалған кезде үстіне сырды теркалап жібереміз. Мінекей достар, бізде осындай пицца дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді пицца. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.